Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біз бүгінгі біздің нөмір 7-ші әрі соңғы дәрісіміз. Оның тақырыбы аса қауіпті жұқпалы аурулар. Ол дәрісті жүргізуге біз жоғары санаттағы дәрігер, эпидемиолог Сәрсенбаева Байлық Тоғынқызын шақырып отырмыз. Назарларыңыз аксиге көріңіздер. Келесі слайдтар өте қызықты өтуіне мен сенімдімін. Мұқият тыңдап, сосын біткеннен кейін тәжірибелік сабақтарда түсінбеген жерлеріңіз болса, ол сұрақтардың бәріне мен өзім жауап беруге дайынмын. Ал сәттілік. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы аса қауіпті жұқпалы аурулар екен. Соның ішінде біз оба туралы айтамыз. Және ол ауруларды қандай аурулар, аса қауіпті жұқпалы аурулар қандай аурулар жататынын ары қарай көреміз. Медицина ғылымдарының докторы профессор Әміреевтің айтуы бойынша талдауы, жіктелуі аса қауіпті жұқпалы аурулар сары желтый характер деген ауру бар. Сосын ласса, эбола, марбурга, қызбалары, одан кейін конго түрін, қанды қызбасы, бүйрек синдромы бар, қанды қызбасы, оба, төлелемия, бөртпелер, күйдіргі, сибирская деген күйдіргі, құтыру, бешінісі, натуральный оспа деген ауру, қазір оны жеңген, адамзат жеңген ауру бар, натуральный оспа деген, оны туберкулез осыған жатады, одан тырысқа ауру, ханера, сары, бруцеллез ауруы, лептоспироз, листериоз деген ауру. Соның ішінде трансмиссивный деген, жаңағы бүрге кенелердің, қан сорғыштардың шағу арқылы жұғатын аурулар, ол жаңағы сары қызба, желтый лихорадка, ласса, эбола, марбурга қызбалары, оба ауру. Сол обаны алатын болсақ, оба ол бактерия шақыратын ауру. Оған адамдар және жануарлар ауырады. Грамм негативный дейді, грамм теріс спора түспейтін ерсіне пестис деген бактерия жұқтыратын ауру. Олар табиғи ошақтарында негізгі сақтаушысы болып, тышқандардың түрлері, кеміргіштердің түрлері, пищевка деген, суыр, саршұнақ. Саршұнақ, сол сияқты кеміргіштердің түрлері осы аурудың негізгі сақтаушылар болып табылады. Носитель, орыс тілінде основной носитель деп айтылады. Одан бөлек қасқырлар, түлкілер, шақал айтамыз, шақал хайуандар да осы ауруды жұқтыру, осы ауруды жұқтыруы мүмкін. Одан бөлек кеміргіштердің басқа түрлері, орман тышқандары болады, басқа да түрлері, даже тышқанда оларда осы ауруды адамдарға жұқтыруы мүмкін. Одан бөлек эпизотология деген бар. Аурулардың адамдардың арасындағы тарқалуын зерттейтін ғылым, эпидемиология болса, жануарлардың арасында олардың тарқалуын зерттейтін ғылымды біз эпизотология деп айтамыз. Эпизотологиясында қояндар, кабан деп айтамыз, содан кейін терісіне бола аулайтын, етіне бола аулайтын сайрақ деген сияқты солардың билеріне бола әртүрлі шаруашылық маңызды жануарлар жануарларында осы аурудың таралуына маңызы үлкен болып келеді. Мысалы үшін түйелер эпидемиологияда үлкен рөл атқарады. Түйелер дегеніміз ол мысалы үшін шаруашылықта үй жануарына жатады, оны адамдар білесіздер, оны бағады, оның етін қолданады. Еті бір түйе 3-4 центнер ет береді. Олар ауырған кезде оны тездік бекерге құрылмасын етіп, еті өліп қалса бекерге құрылмасын деп бауыздап, тездік сойып, бөліп алып отырса, сосын көп болған екен ол етті. Бір семья оны жей алмай туысқандарына көршілерімен бөліседі оның етін, сонда ауырған түйе ары қарай жайылып кетуі мүмкін. Мысалы үшін
2003-2004 жылдары Ақтауда, Маңғыстау облысында осындай жағдай болған. Жаңағы түйесі осы ауырған, оны 3-4 адам, бір түйені бір адам соя алмайды, 2 адам соя алмайды, 4-5-6-7-8 адам сояды. Сойған кезде олар жаңағы қатынас арқылы қолдарында ешкім қолына қолғап киіп сөйлейді ғой, ауырған болуы мүмкін деп балталап сөйтіп сояды. Сол сойған кезде жүріп тұрған, ол етін білмеген, ауру екенін білген, бірақ неден ауру екенін білмеген. Оны жаңағы бөліп алған, содан кейін барып сойған адамдар ішінде 2 кісі жұқпалы ауруханаға түседі. Ол жаңағы обаның ауырғаны, оба жұқтырғаны белгілі болады. Одан жаңағы эпидемиологиялық анализ жинаған кезде сен қалай болдың, не болдың деп сұрайды. Ол дәрігерлер сондай кезде осындай ауырған түйені сойды дейді. Ол түйенің етін қайда жібердіңдер? Я осылай пәлен адамға бөліп берді. Онысын жергілікті өзінің газетасына, телевизияға шығып осындай ауыр түйені сойыпты қайтарыңдар дегенде сонша сіздің еті бар түйеден 6 ет қайтарып алған. Ауырған етін, ашық ауырған етін қайтарғысы келмейді. Сосын халықта сондай не бар адамдарда. Бұл менен не касается дейді. Мен ауырмаймын, Құдай қаласа ауырмаймын, Құдай сақтасын. Сондай жағдай болмау керек. Осындай түйелер ауруы мүмкін, оны халық білу керек. Түйелерді обамен ауруы мүмкін екенін. Олардың жаңағы тасымалдаушылары, негізгі сақтаушыларын айтты, солардың денесінде жүннің арасында бүргелер бар. Бүргенің 30 шақты түрі осы ешкімекбессіз қоздырғыштың ағарай тарқатуы мүмкін, тасымалдауы мүмкін. Мына бүргенің суреттерде бүргенің үлкейтілген, микроскопқа қарағанда үлкейтілген түрі берілген. Мына жасынан берген қоздырғыш, ешкімекбессіз обаның қоздырғыш микробының микроскопқа, электронды микроскопқа түсіріледі. Мына қызыл болып тұрған жердегі қанды соған кезде бүргелер тышқандарға денесінде болады, соның қан протеині, қанмен протеині қан соған кезде осындай мына жерінде осындай блок пайда болады. Асқазанында бүргенің соның ішінде, мынаның іші толған қанның ішінде обаның қоздырғыштары болады. Сол бүргелер далада жүрген малшыларға, немесе сол өз малын нетіп жүрген, сол бір әртүрлі геологтарға, барлаушыларға, сол өздерінің қызмет бабына, сол құмда жүрген адамдарға осы бүргелер шағып, соны жұқтыруы мүмкін. Мысалы үшін Аралда Сексеуіл деген қалада, Сексеуіл деген ауылда 2003 жылы үйдің төбелерінде, сол құмда тұратын үйдің төбелерінде 4 жасар қызды бүрге шығарып құлаған алдында. Сол кейін оған ауырады. Ол тамақ істеп келген, оны ангина деп ойлайды. Жол, темір жолмен оны келесі ауылдың фельдшері айтатын, ауылдықтан келетін пәлен ауруханаға бар деп ағарай көзбен алып барады. Содан кейін жаңағы обаны бір дәрігерлер, тәжірибесі бар дәрігерлер оба болуы мүмкін деп жаңағы қыздар подозревать етіп, соның жаңағы несін анализдерді жасағанда оба болып шығарды. Содан жаңағы қанша адам онымен қатынаста болғандардың бәрін эпидемиологияда соның бәрін тексеру керек, жаңағы оқшаулау керек. Олардың бәрін ауырып қалған ма, ауырып өйткені бір несі қорқынышысы ауа арқылы жұғады. Контакт воздушный капельник дейді. Ауа тамшы жұғынан болғандықтан ол ауаны сен демалма деп айта алмайсың, ауамен ауасымен. 20-шы жылғы жылы әлі болған коронавирустық инфекцияның COVID-19-ның несінде сіздер көрдіңіздер, ол ауа арқылы жұғатын инфекция болғандықтан қандай оқшаулау іс-шараларының болғанын көрдіңіздер бас кезінде. Самолетпен ұшып келген адамдардың, сол шетелде болған адамдардың, сол үйіндегі ауырып қалған адамдардың қасындағы отбасы мүшелерін барлығын оқшаулау, целый карантин стационарлар болды, солардың бәрін оқшаулау 14 күнге. Неге 14 күн? Ол максималды жасырын кездегі инкубационный период деген болады. Осы жұқпалы аурулардың ішінде жұқтырғаннан кейін ол қоздырғыш адам ағзасына түсіп, ары қарай ауру басталғанға дейін соның максималды 1-2 сағатта басталуы мүмкін. Содан 1 жылға дейін созылатын нелер бар, жасырын кезеңі бар, инкубационный период. Мысалы үшін құтыру ауруында 1 жылға дейін созылуы мүмкін. Бірнеше жылға дейін созылатын сондай нелер бар, жасырын кезеңдер бар. Коронавирустық инфекцияда максималды уақыты 14 күн. Неде? Оба ауруында максималды кезеңі 6 күн болып саналады. Соның 6 күннің ішінде қай жерде болды деп солардың қатынаста болғандардың барлығын оқшаулап, солармен жұмыс жасайды. Мынау қоздырғыштың электрондық микроскопқа түсірілген түрі, ол
суда, топырақта апталап сақталады. Түскен болса сол жерге жаңағы бүргелердің нәжістерінде ұзақ уақыт сақталады. Ауырған кейін өкпе алған кезде қақырық шығады ғой ауырған адамдарда. Сол қақырықта қай жерде болса сол жерде түрме салған болса сол жерде апталап сақталады. Қайтыс болған мүрделерде де ұзақ уақыт сақталып отырады. Егер оны қыздыратын болса, микроб бар нәрсе, мысалы үшін микроб бар ерітінді қыздыратын болса, 55 градуста қыздырғанда 15 минутте ғана өлетін болады. Күннің сәулесі бірнеше сағаттарда ғана өлтіретін болады. Кептірілген түрінде, аэрозольді форма деп айтамыз, кептірілген түрінде ол ұзақ уақыт сақталып отырады. Ол қорқынышты, өйткені кептіріп, микробты өсіріп, сол өзінің нелері бар, технологиялары бар, соны өсіріп, кептірілген түрінде биологиялық қабілетін қолдануы мүмкін. Адамзат тарихында обаның бірнеше пандемиясы болған. Пандемия дегенде сіздер білесіздер, коронавирустың кезінде оны сіздер куә болдыңыздар. Пандемия, мысалы үшін инфекциялық аурулар, жұқпалы аурулар бір-саран болуы мүмкін, эпидемия түрінде болуы мүмкін, вспышка деген сондай түрінде бұрқ көтерілетін түрінде, осы эпидемия елде бірнеше жерде болып жатыр. Мысалы үшін сіздер білесіздер, жаңағы тұмаудың кезінде күзде мысалы үшін эпидемия болып жатыр дейді, адамдар ауырып жатқан дейді. Пандемия деген сол эпидемия түрінде бірден жер шарындағы бірнеше мемлекеттерде аурудың тарқалған түрін пандемия деп айтады. Сонда біздің эрамыздың 542 жылы Юстиниан обасы деген атпен қалған. Юстиниан деген императордың дәуірі кезінде болған. Сонда екі бетте Европада, орталық және оңтүстік Азияда 100 миллион адам қайтыс болған. 100 миллион деген ол кездегі адамдардың саны, жер шарындағы адамдардың саны қазіргідей миллиард емес. Жартысы дерлік қайтыс болған осы жер. Константинополь қаласының жарты тұрғындары қайтыс болып кеткен. Сол Прокопиус деген византиялық тарихшы осы эпидемия туралы жазба жазып кеткен. Келесі пандемия 1333-1360 жылдары қара өлім деген атпен болған. Ол шығыстан батысқа қарай, оңтүстіктен солтүстікке қарай, Европаның оңтүстіктен солтүстігіне қарай созылып, таралып, Европаның 1/3 халқы қайтыс болған. Одан кейін бірнеше ғасырлар бойына бір-саран аурулары болып тұрған. Үшінші пандемия 1894 жылы Қытай мен Индияда басталып, 10 жылдың ішінде бүкіл жер шарындағы бүкіл елдерге тарқалған. Мына жерде өзі жер шарында 12 миллион халық қайтыс болған 1894 жылы. Мына медаль, бұл медаль Гонконгтың үкіметі сол халық медициналық қызметкерлермен жай халыққа осы обаның бубонды түрімен несінде емді көрсеткен. Науқас жатып, қасындағы соларға қарап-қандай ар жақтағы тұрған өлім келіп алып кетейін деп жатыр. Соның ішінде жылын көрсетіп тұр. Сол жерде қызмет жұмыс істеген халыққа берілген медалі сол Гонконгтың үкіметінің. Біздің коронавирустық инфекция кезінде 20-шы жылы Қазақстан үкіметі де халық алғысы деген медалі болды. Соны медицина қызметкерлеріне, сол жерде жұмыс істеген дәрігерлерге, медицина медбикелеріне, эпидемиологтарға, сол пандемия кезінде жұмыс істеп қайтыс болып кеткендер бар, ішінде ауырғандар бар, соларға соны марапаттады, сол халық алғысы деген медальмен. Біз Қазақстан үкіметі де сондай медальді шығарды сол кезде. Мынау қазақ не дейді ғой? Листовка деп айтады ғой, жаңағы санитарлық ағарту жұмыстары, сендер осындай абай болыңдар, осындай ауру бар деп Қытай үкіметінің шығарған несі, листовкасы. Жанындағы мына екі портреттегі екі ғалым, Александр Есен деген француз ғалымы, Китазода деген япон ғалымы, екеуі бір-бірінен бірдей уақытта бір-бірінен независимо дейді. Сондай 1894 жылы микроскоп дамыған кезде уже микроскоппенен осы обаның қоздырғышын анықтаған. Ол қоздырғышты анықтағаннан кейін уже ары-қарай кішкене аурудан күресу жеңіл болады. Осындай қоздырғыш бар екен деп сол қоздырғышқа қарсы бағытталған жұмыстар жүргізілді. Кішкене ары-қарай медициналық түрде сол аурумен кішкене
емдеу, ары қарай сосын алдын алу кішкене жеңілдеу болады қоздырғыш анықталған жағдайда. Биологиялық қару ретінде обаны 1346 жылы мысалы үшін татарлар Қапқу деген қалада кіргіз қамал қала бермей қойған екен, соны ала алмаған екен, мынандай катапультпенен обадан қайтыс болған мүрделерді, өліктерді сол қарай лақтырған қамалға қарай. Ол ауа жолмен жоғалтып болған екен, ана бермей жатқан менің қаланың халқы обамен ауырып, олар ауырған екен, уже күресуге шамасы келмей қалады, қарсыласуға шамасы келместен солай қолданған. Одан кейін екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Япония нелерді, бүргелерді жұқтырып, бүргелерді обаны жұқтырып, Қытайдың Мюнхен қаласында сол жіберді, сол жаққа адамдарды шағып, анаға ертерек жеңіп алу үшін биологиялық қару ретінде қолданған тарихта болған дәлелденген оқиғалар. Мына обаның дүниежүзінде тарқалуы, мына қай мемлекеттерде мына картаға қарайтын болсаңыздар, белгілі бір географиялық белдеуден кейін жоғары қарай и төмен қарай жоқ, өйткені ол жақта солтүстікке қарай және төмен Антарктидаға қарай ол жерде обаның негізгі сақтаушылары, жаңағы біз айтқан кеміргіштер ол жақта жоқ, сол үшін олардың негізгі қоздырғыштар жоқ болған екен, обаның ол жақта табиғи ошақтары жоқ. Бірен саран жолдар мәдени сауда дамыған екен, жасырын баратын болған екен, барып, мысалы үшін, мына бір елге Индияға барып, жұқтырып келіп, бірен саран жұқтыру мүмкін. Табиғи жағдайда, обаның табиғи ошақтары арағай төмен оңтүстікте и солтүстікте кездеспейді. Белгілі географиялық белдеу бойынша. Қазақстандағы обаның табиғи ошақтары бізде Маңғыстау облысында, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында кездеседі. Мынау менен осы белгілі түспен берілген, осы жерлерде обаға қарсы күресетін мекемелер осы облыстарда орналасқан, солар онымен жұмыс жасайды табиғи ошақтарында. Мына біздің Жамбыл облысындағы обаның табиғи ошақтары Мойынқұм, Бетпақдала, Тауқұм, автономды ошақтар, дербес ошақтар деп айтамыз. Сосын мына Мерке, Тұраррысқұлов, Жуалы аудандарының аумағында обаның Талас тауы ошағы бар. Ол жерде аудандар бойынша Мойынқұм, Сарысу, Талас ауданы, айтқанымдай таулардай Мерке, Тұраррысқұлов және Жуалы аудандарының аумағында, облысымыздағы 10 ауданның ішінде 6 ауданның аумағында обаның табиғи ошақтары бар. Сол жерде халыққа обаның алдын алу бойынша белгілі бір календар бойынша обаға қарсы тіректі жүргізіледі. Сол жақтағы жұмыс істейтін құмдар болуы мүмкін, жаңағы малшылар бар, құмда жұмыс істейтін барлаушылар бар, жаңағы амангелді газ кенішіндегі жұмыс істейтін жұмысшылар бар. Одан басқа жергілікті халықтарға белгілі жастан бастап обаға қарсы тіректі жұмыстарын жүргізеді. Сіздер оны коронавирустық инфекция кезінде, ковидтің кезінде әзірге ондай жаңағы екпе жұмыстарын жүргізу вакцинация деп айтып әлі жалғасып келе жатыр. Өйткені алдын алудың бір жолы, жұқпалаулардың алдын алудың бір белгілі бір жолы ол екпе салдыру. Ол екпені салдырсаң, ол күші азайтылған немесе өтірілген қоздырғышты организмге жібереді, организм оған өзінің иммунитеттік ответ жауабын жасайды. Соған антиген деп айтамыз, келген антиген организмге түскен адамның ағзасында сол антигенге қарсы дене, антиденелер пайда болып, сол иммунитет қорғайды. Келесі уже инфекцияның қоздырғыш көзімен кездескен кезде уже ауырмайды. Ауырса да өлім жағдайын әкелмейтіндей жағдай ауырмаса жеңіл түрде өтетін көп ауырады. Мынау таблицада берілген 45 жылдан 2004 жылға дейін Қазақстанда кездескен оба ауруының жағдайлары, қандай жолдардан берілетіні, қоздырғыш көзі ауру жануар, жұқтыру жолдары трансмиссивті дейміз, бүлдір мен денелердің шағу арқылы, қатынасы арқылы, ол ауру малды жануарды сойған кезде, кейде жануарды істеп алған кезде
сосын тағам арқылы элементарный жол деп айтамыз, сосын воздушный ауа тамшылау жол арқылы жүру жолдары. Мына обаны жұқтырған жасыл обаның микробы, ол менің бүргенің ағзасында болады. Бүрге шағып жануарлар жұқтырады бір-біріне, жануарлардан сол бүргесі арқылы адамға жұғуы мүмкін, немесе жануарлардан қатынас жолы арқылы жұғуы мүмкін. И түрлері, қандай түрлері, обаның түрі адамда адам организмінде қалыптасуы мүмкін обаның түрі генерализованный деп айтамыз, сосын септический форма септикалық түрі, немесе өкпе түрі. Ары қарай уже қорқыныштысы, одан кейін уже келесі ары қарай адамдар адамға жұғады. Малдар адамға жұққанда оншалықты адамның ауру саны, науқастардың саны аса көп болмайды, адамдар адамға жұққанда науқастардың саны уже геометриялық прогрессияда көбейіп кете беретін болады. Оба бойынша дәрісім бітті. Мен кішкене сіздерге біздің облыс үшін актуальды сарып бруцеллез ауруы туралы кішкене айтып берейін деп отырмын. Сарып ауруы ол негізінде малдан жұғатын ауру, тоже зоонозды ауру. Қазақстанда негізінен мал шаруашылығы болғандықтан Қазақстанда ауру сырқаттанушылық өте жоғары дәрежеде. Соның ішінде біздің жамбыл облысында республика бойынша төмен ауданы бірінші орында десе болады. Өйткені бұл өте ұзақ уақыт емделмесе хронический түріне өтіп кетуі мүмкін. Белсіздікке әкеліп соқтыруы мүмкін ауырған кезде. Мал шаруашылығында негізінде малдар ауырған кезде олар түсіп тастайды. Негізінде мал жұқтыратын жолы жақсы піспеген, қайнаған, жақсы піспеген сүттерді қолданған кезде сиыр, қой, ұсақ малдар, қара малдар ауырады. Оның иттер де ауыру мүмкін, даже киіктер ауыру мүмкін. Бүкіл малдар осы сап ауруымен ауырады. Содан сол мал шаруашылығы өнімдерін қолданған кезде адамға жұғуы мүмкін. Бізде сондай ауырған кезінде міндетті түрде жұқпалы аурулар ауруханасына барып, өзінің поликлиникасы арқылы соған тексеріліп, сарыптың алдын алу керек. Бұрын совет заманы болған кезде малдарды сарыпқа қарсы екпе жасаған, кейін ол өте онша пайдасы болмаған деп оны тоқтатқан. Қазір оның үстіне қазір жеке болып кеткен барлық ешкім оны екпені малдарға жасатпайды. Малдар содан сүтті обязательно қайнатып ішу керек. Таныс емес термический обработкадан өтпейтін сметана дейміз ғой, сондай нәрселердің барлығын танымайтын жерден тексеруден өтпеген өнімдерді қолданбау керек. Базардан сатылған еттерді басқаларында жақсы қайнатып, жақсы пісіріп қолдану керек. Рахмет. Назарларыңыз үшін. Ал баян тұрғынымызға өте керемет видео лекция болды, видео дәріс, сізге үлкен рахмет. Ал студенттер назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сұрақтарды тәжірибелік сабақтарда жалғастырамыз. Сау болыңыздар.